Саламатсыздар, менің аты жөнім Ыбырайым Ернар. Осы жылы универ бітірдім, Алматы гуманитарлық экономика университеті география мұғалім дәрігері бойынша. Соның аралығында 3 ай практика өттім, және 2 диплом бар. Бірінші высший, екеуі высший, біреуі колледжден. Екінші мамандығым бойынша пищевой технолог. Қазір универді бітіріп, сол бойынша қатарынан 2 жыл практикада өттім, жұмыс жасадым. Бүгінгі өтетін біздің дәрілес сағатымыз экология, Қазақстан экология проблемасы. Қазақстан экология проблемалары неде жатады? Сіздеріңіз ойлаңыздар. Ауаның, судың ластануы және де жердің ластануы. Қазіргі таңда адамдар көбінесе мусорды қоқысқа соғыстың жанына немесе далаға тастай салады. Бұл мәселені шешу керек. Және де осы бүткіл қоқысқа тасталған мусорный ящикке тасталған қоқыстың барлығы свалкаға барады, свалкада жатады. Оның өзі де табиғатқа өте қатты және жаман әсер береді. Ауа ластануының басты себебі қаладағы көлік зауыт фабрикалары, олардан көмір қышқыл газ шығады, ол ауада таралады. Ауа сосын ластанады. Ауа ластанған соң климатты жаман болады. Дұрыс айтасыз, отыра беріңіз. Ал топырақтың ластануына қандай фактор әсер етеді? Жерлерге және су құймаларында көптеген химикалық аспаптардың құйылуы. Дұрыс айтасыз. Және мусорды кез келген жерге тастап кету. Ең басты судың ластануына әсер ететін негізгі факторлар. Біз зауыттардың абсолюттары. Және кемелермен жүретін адамдардан бензин құйылуы. Судың ластануының 3 факторы болады. Бірінші биологиялық, химиялық және физикалық. Биологиялық ластануға тірі бактериялар, ал химиялық ластануға зиянды заттар, яғни мұнайдан шыққан қалдықтар. Ал физикалық ластануды Оның 3 түрі болады. Бірінші шикізат мұнайды құбыр арқылы тасымалдайды, темір жол арқылы тасымалдайды, кейін танкер арқылы тасымалдайды. Танкер деген неге білесіздер ғой? Танкер деген судың асты. Айта бер. Табиғи ресурс әлеуетін барынша үнемдеуіміз қажет. Және оларды барлық адамдар бірдей тиімді пайдалану қажет. Шығын шықпау үшін Шығын шықпау үшін аз мөлшерде.